келесіңдер ме, балалар? Балалар, келіңдер ортаға, шаттық шеңберін құрайық. Екі көзің не үшін керек? Жақсылар. Қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Екі аяқ не үшін керек? Шетке жүрсең туған жерге жету үшін. Ал басың не үшін керек? Бәрін ойлау үшін. Балалар, қазір білесіңдер күз мезгілі. Күз мезгілінде ағаштардың жапырақтары жерге түсе бастайды. Енді балалар, қазір сендер мына тақтада тұрған ағаштан өздеріне ұнаған жапырақтарды бір-біреуден таңдап аласыңдар. Балалар, кімге жасыл түс түскен болса, бүгін біз осы түстер арқылы топқа бөлінеміз. Балалар, қазір біз осы түстер бойынша 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ ондықтар тобы, екінші топ жүздіктер тобы, үшінші топ мыңдықтар тобы. Осы түстер бойынша жасыл түстегілер ондықтар тобына, ашық түстегілер жүздіктер тобына, ал қызғылт түстегілер мыңдықтар тобына отыра қойыңдар. Ал балалар, осы жапырақтардың артында сендерге есептер берілген. Өткен сабаққа шолу жасау арқылы сендер үй тапсырмасын қаншалықты түсінгендеріңді осы есептерді шығару арқылы біз тексеретін боламыз. Балалар, қай топтан оқимыз? Қай топ бірінші оқиды? Розмұрат. 3 көбейту 1000 жауабы 3000 болады. Көбейткіштің артында қанша нөл болса, көбейтіндінің мәніне сонша нөл беріледі. 3-ті 1-ге көбейтсе 3, жауабы 3000 болады. Розмұраттың жауабы дұрыс болды. Біз оны бағаладық. Ал екінші топтан кім оқиды? Тойметова. Жауабы 9 болады. Себебі бөлгіштің соңында қанша нөл болатын болса, бөліндінің мәнінде сонша нөл беріледі. 9000 бөлеміз 1000. Жауабы 9 болады. Балалар, үй жұмысыны дұрыс орындапсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, барлықтарымыздың назарымызды тақтаға аударайық. Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың математикасының 24-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Бірінші есебіміз санды 10, 100 және 1000-ға қалай бөлуге болатынын есіне түсір. Берілген өрнектерді қандай екі топқа бөлуге болады? Әрине бұл жерде қалдықпен бөлінетін топ және қалдықсыз бөлінетін топ деп екі топқа бөлсек болады. Бірінші топқа біз қалдықсыз бөлінетін сандарды жазайық. Мына жерге мен бірінші топ деп қояйын. Қалдықсыз бөлінетін топқа ол соңы нөлмен аяқталатын сандарды қандай да бір 10-ға, 1000-ға, 100-ге бөлетін болсақ, олар қалдықсыз бөлуі мүмкін. Ол дегеніміз, егер 1-0 болатын болса, ол әрине 10-ға бөлінеді. 3-0 болса, ол әрине 1000-ға да бөлінеді, 100-ге де бөлінеді, 10-ға да бөлінеді деген сияқты. Бірақ 21520 ол 100-ге бөлінбейді. Себебі ода бір ғана 0, ал 100-де 2-0 болады. Сонда бізде екі топқа екі түрлі есептерді жазамыз. Бірінші қалдықсыз бөлінетін есептерді жазайық.
Сонда 21.520-ны 10-ға бөлеміз. Сол кезде 2 нөлі қысқарып кетеді, бір нөлден қысқарады да. 2152-ні бірге бөлген сияқты боламыз. Сол кезде жауабы 2152 болып жазылады. Енді келесі 8000-ды 1000-ға бөлеміз. 8000-ді бөлемін 1000-ға. Сол кезде бізде 3 нөлі қысқарып кетеді де, 8-ді бірге бөлеміз. Сол кезде 8-дің өзі шыға салады деп есептейміз. Енді екінші топты жазамыз. Екінші топ ол қалдықпен бөлінетін топтар. Яғни 10, 100, 1000-ға қалдықпен бөлінетіндер. Көп таңбалы сандарды 10. Бүгінгі сабағымыз балалар 10-ға, 100-ге және 1000-ға қалдықпен бөлу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлуді үйренетін боласыңдар. Балалар, екінші тобымыз бізде қалдықпен бөлу. Қалдықпен қалай бөлуге болады? Мысалға, балалар, номер бірінші есеп. 1446-ны бөліміз. Балалар, 10-ға қалай бөлуге болатынын сендерге түсіндіремін. Ең алдымен балалар, бөлгіштің соңында қанша 0 болатын болса, бөлінгіштің оң жағындағы сонша цифр бөлім алынады. Қалған цифр бөліндінің мәні болады. Ал бөліп алынған цифр бізде қалдық болып қалады екен. Яғни балалар, көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға бөлген, қалдықпен бөлген кезде, бөлгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштің сонша оң жағындағы цифры бөліп алады, қалған цифр бөліндінің мәніне кетеді. Ал бөліп алынған сан қалдық болып қалады. Түсінікті ғой балалар? Ал балалар, екінші есепке қай топтан шығады бірінші болып? Келі ғой, Юсупалиева. Бөлінгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштің соңындағы сонша цифрды бөліп алады. Оның шыққаны 4 болып, қалдығы 658 қалдық шықты. Макерабаны. Бөлгіштің соңында қанша 0 болатын болса, бөліндінің соңында сонша сан, бөлінгіштің соңында қанша цифр болатын болса, сол қалдыққа кетеді. 127 бөліндінің мәні 627. Ал екінші есепті балалар сәйкестендіру арқылы шығарамыз. Әрбір топтан бір оқушыдан шығып сәйкестендіреді. Бірінші топтан кім шығады? Топ мүшесі шығады екен, келе ғой, Розмұрат. Ал есептерді сәйкестендіреміз жауабына, дұрыс жауабына сәйкестендіреміз. Дұрыс екен, балалар? Енді Розмұратты бағалайықшы, бас бармақ арқылы бағалаймыз. Номер бірінші есепті Макерабаны дұрыс шығарған үшін жұлдызшамен бағалаймыз. Юсупалиева да есепті өте дұрыс шығарды. Балалар, енді келесі тапсырмамыз топтық болады. Енді сендер барлықтарың топпен жұмыс жасайсыңдар. Алдымен сендерге мен топтық жұмысқа тапсырмалар беремін. Сол тапсырманы топпен бірлесе отырып есептесіңдер.
Бұл тапсырмамызда қай топ жылдам? Қанеке балалар, кім жылдам ойын арқылы қай топ бірінші есепті шығарып болады екен? Бастаймыз. Ал ондықтар тобы бірінші болыпты. Ал ондықтар тобынан кім шығып есебін бізбен таныстырады? Дұрыс шығарған ба жоқ па? Біз тексереміз балалар. Келіңдер. 84.021 бөлім 84 қалды. 1000 үлкен 21 кіші мыңдан. 72.432 бөлі 724 32 қалды. 32 кішкентай. Ал бірінші топтың жауабы дұрыс болса, шапалақтау арқылы бағалайық. Ондықтар тобынан екі оқушы шықты. Қазір олардың есебін тексеріп көрейік. Есебін оқыңдар. Біз дұрыс емес екенін бағалаймыз. 2432 бөлі 724 32 қалды. 32 жүзден кішкентай. 63.123 бөлі 10. 3.123 қалды. 10.323'den үлкен. 540 123 10 бөлеміз. 54.12 3 қалды. 13'ten үлкен. Ал мыңдықтар тобының жауабы дұрыс болса, онда шапалақтаумен бағалайық. Жүздіктер тобынан кім шығады? Кім есепті оқиды жүздіктер тобынан? Екі оқушы шығамыз. 3.124 бөлеміз 10. Тең 87.312 4 қалды. 4 10'dan кіші. 824.900 бөлі 1000. Тең 824 900 қалды. 900 1000'dan кіші. 217.000 бөлі 10.000. Тең 21 7000 қалды. 7000 10.000'dan кіші. Жүздіктер тобының жауабы дұрыс болатын болса, бағалайық. Бүгінгі сабақтағы үй жұмысы сендерге балалар номер 994 бет. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә! Ұнаған болса, бүгінгі сабақты сендер қаншалықты дәрежеде түсінгендеріңді білім шыңы әдіс арқылы анықтайтын боламын. Егер де балалар сендерге сабақ өте жақсы түсінген болсаңдар сабақты, және де сендер үшін қызықты болған болса, білім шыңының бірінші сатысына, жоғары сатысына көтерілесіңдер. Ал сабақ сендерге жақсы түсінген болсаңдар, келесі білім шыңы сатысына көтерілеміз. Ал тақырып бойынша әрбір сендердің үстелдерінің үстінде стикерлер түстер бойынша берілген. Енді соған сендер өздеріңдің ойларыңды тақтаға шығып көрсетеміз. Бүгінгі көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.